Біз қазақ мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Қазақ деген қой аузынан шөп алмас жуас халық деген әңгімелер қазақтың бір өткеніне кішігірім енгізулер сияқты ағайын. Неге десеңіздер, тарихқа көз жүгіртейік. Өз заманда Атила Европаға кіріп барған кезде европалықтар не деді? Атила, бич Божий, с востока пришли опустошители, которые после себя оставляют только выжженную землю, деді. Біз қазақ опустошитель болғанбыз. Сөздің ашығы. Біз өзімізге керегін ала білген елміз. Бермегенін тартып алған халық болғанбыз. Қытайлықтар не деді? О, китайцы, не ходите за великие врата Китая, вас там ожидают варвары, которые питаются человеческой плотью, деді. Бұл кәдімгі Қытайдың архивтерінде Қытайдың жазған жазушыларының айтқан әңгімесі. Біз егерде мал бағып, өзімізбен өзіміз отырған ел болса, Қытай бізден бұлай қорқар ма еді өз заманында? Одан кейін мынау Ресей империясында 1905-1906 жылдар ғой деймін, қателеспесем, Марков II деген адам болған. Госдумада сөйлеген сөзінде былай деген: бұл қазақ деген халық Шыңғысхан мен Әмір Темірдің ұрпағы деген. Мысалға, енді менде сұрақ: жайдан жай мал бағып отырған ел Алтын Орданы, Шыңғыс империясын, Ғұн империясын, түркі қағанатын құрар ма еді? Бұл менің ойымша қазақтың өткені жоққа шығару үшін Совет өкіметінің берген пропагандасы. Қалай ойлайсыздар?